Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ватрушки булочкасының кәдімгі пирог түрін жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай болады және де ешқандай да форманы қажет етпейді. Қыздар, видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар және де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, одан кейін ерітілген сары майымызды және де дәміне қарай тұз және де қант, ашытқымызды салып және де ең соңынан бір дана жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Осы пирогтың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Енді ұнымызды екі бөлікке бөліп, осылай шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымызды жақсылап илеп алдық. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Бетін салафанмен жауып жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ол уақытта осы пирогтың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін таза ыдысқа сүзбемізді саламыз. Және де оның үстінен кез келген қаймақтан 2 қасық қосамыз. Енді бір дана жұмыртқамызды, одан кейін қант ұнтағын қосамыз. Иісі әдемі болып шығу үшін осындай ванильный сахардан қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Сіздерде блендер болса, блендермен езіп алсаңыздар да болады. Біркелкі болып шығады. Мендегі енді блендерім жұмыс жасамай қалыпты. Сондықтан осындай венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып алдым. Міне қыздар, біздің салмамыз дайын болды. Біркелкі болып шықты. Келесі енді қамырымызды алып, осылайынан қолымызбен илеп отырып, домалақ формаға келтіріп аламыз. Және де бір дегеннен пергамент қағазына осы қамырымызды жаятын боламыз. Міне осындай пергамент қағазына алып, бір дегеннен видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып шығамыз. Мінекей қыздар, осылай үлкендеу етіп жайып аламыз. Одан кейін осындай кез келген крышка немесе домалақ форманы алып, осылай үстінен бастырамыз. Бізде осындай домалақ пішінді форма қалуы керек. Енді шет-шетін пышақтың көмегімен осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп аламыз. Арасындағы өлшемі 1 сантиметрдей болса жеткілікті. Міне осылайынан барлығын кесіп аламыз. Міне қыздар, барлық шетін біркелкі етіп кесіп алдық. Енді видеоны мұқият қараңыздар. Осы кесілген жерлерді өретін боламыз. Міне қыздар, осылайынан барлық шетін өріп шығамыз. Жасалу жолы өте оңай. Басында кішкене шатасып қаласыздар. Бірақ жасап көрсеңіздер, біздің мынау пирогтың түрі де өте әдемі болып шығады. Ерекше болып шығады. Міне осылайынан барлық жағын өріп аламыз. Міне барлық жағын өріп алдық. Енді біріккен жерін осылай қолымызбен ақырын басып жабыстырамыз. Көтерілген кезде ашылып кетпеу үшін. Енді ақырын алып формамызға орналастырамыз. Бір дана жұмыртқаны алып шет-шетіне жағамыз.
Жұмыртқаны барлық жағына жақсылап жағып алдық. Енді салмасын құямыз. Бізде бұл кәдімгі сүзбелі пирог сияқты болып шығады. Дәмі де өте керемет болып шығады. Түрін қарасаңыздар енді ерекше көрініп тұр, иә. Енді алдын ала қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің пирогымыз толықтай пісіп шықты. Қарасаңыздар, өте әдемі болып шыққан, иә. Кәдімгі өрілген жерлері де біркелкі өзінің формасын жоғалтпаған. Енді бетіне кез келген жеміс-жидекпен осылайынан әсемдеп шығамыз. Негізінде жеміс-жидекті салмасын құйғаннан кейін бетіне сеуіп, содан кейін барып пешке салсаңыздар болады. Бірақ мен осылай сәндеп көрдім. Бұлайынан да өте әдемі көрінеді. Мінекей, мен осындай малина және де осындай смородинамен өте әдемі етіп сәндеп шықтым. Келесі ең соңынан қант ұнтағын осылайынан біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Міне қыздар, қарасаңыздар, біздің пирогымыз өте нәзік, өте әдемі, ерекше болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.